Шыңғырлау аудандық мектептен тыс жұмыс орталығында 2025-2026 оқу жылында балалардың жан-жақты дамуына бағытталған жүйелі жұмыс жүргізілуде. Бүгінде орталықта 16 педагог қызмет атқарады. Олардың ішінде 1 педагог зерттеуші, 2 педагог сарапшы, 5 педагог модератор, 8 санатсыз педагог бар. Кәсіби әрі шығармашыл ұжым балалардың қабілетін ашуға, қызығушылығын дамытуға бар күш-жігерін жұмсап келеді. Қазіргі таңда орталықта 406 оқушы қосымша біліммен қамтылып, 17 үйірме тұрақты жұмыс істейді. Баланың бос уақыты оның болашағына салынған инвестиция, ал сол уақытты мазмұнды, пайдалы, шығармашылыққа толы ету біздің орталықтың басты мақсаты. Біздің орталық баланың қабілеті ашылатын, қызығушылығы дамитын, таланты шыңдалатын орта. Орталығымызда шығармашылық бағыттағы үйірмелер жүйелі жұмыс істейді. Мұнда балалар қиялын қағазға, қолөнерге, сәнге айналдырады. Айта кетсек, сәндік қолданбалы өнер, алтын оймақ, бейнелеу өнері, киім дизайны, хендмейд үйірмелер бар. Бұл үйірмелер балалардың эстетикалық талғамын қалыптастырып, шыдамдылық пен ұқыптылыққа баулиды. Заман талабына сай техникалық бағыттағы үйірмелер де назардан тыс қалмайды. Балалар техникамен жұмыс істеуді, бойлау мен талдауды үйренеді. Айта кетсек, робототехника, объектив фото үйірмесі, қаратаспа, автоүлгілеу үйірмелер бар. Бұл бағыт болашақ инженерлер мен медиа мамандардың алғашқы қадамы. Өнер мен сөз рухани байлықтың бастауы. Мәдени рухани бағыттағы үйірмелер балалардың сахна мәдениетін, тіл байлығын, ішкі сенімін дамытады. Айта кетсек, би өнері, жас тілші, қауырсын қалам үйірмелері бар. Бұл үйірмелерде бала өз ойын еркін жеткізуді, көркем сөйлеуді, көпшілік алдында өзін ұстауды үйренеді. Спорт, тәртіп пен төзімділіктің мектебі. Орталығымызда спорттық бағыттағы үйірмелер белсенді жұмыс атқарады. Айта кетсек, шахмат, жас құтқарушы, жас сарбаз, жас мұқан, еркін күрес үйірмелері бар. Бұл үйірмелер арқылы оқушылар физикалық жағынан шынығып, патриоттық рух пен жеңіске деген жігерді қалыптастырады. Орталығымызда бірқатар ауқымды жобалар жүзеге асуда. Оқушылардың кәсіби бағдарын айқындауға бағытталған M-Arts Collaboration жобасы табысты жүзеге асырылуда. Бұл жобаның негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық, техникалық, спорттық және мәдени бағыттағы қабілеттерін тәжірибе арқылы дамыту. Оларды еңбек нарығымен ерте таныстыру және болашақ мамандықты саналы таңдауға бағыт беру. Шығармашылық керуен жобасы ауылдық жердегі балаларға арналған көшпелі бағдарлама. Мақсаты балалардың шығармашылық қабілетін дамыту, өнер мен қолөнерге баулу, жаңа технологиялармен таныстыру және қосымша білім беруді қолжетімді ету. Рухани релакс жобасы. Ұжымға арналған рухани демалыс жобасы. Педагогтер спортпен шұғылданып, кітап оқып, кино талқылап, өзара қарым-қатынасты нығайтады. Мектептен тыс орталығы. Бұл тек үйірмелер жиынтығы емес. Бұл баланың тұлға болып қалыптасатын, педагогтың шабыт алатын, қоғамның болашағы тәрбиеленетін орта. Біз шабыт береміз. Біз бағыт көрсетеміз. Біз болашаққа жол ашамыз.